Так, достар, саламатсыздар ма? Біліп жүремін, жазыламыз, лайк басамыз. Мен курьер болып жұмысқа кірдім. Білесіздер, тележниктен кейін. Жұмыс оңай емес, жұмыс қиын да емес, жұмыс ең басты бастығың жоқ, ең басты. Анда бар, мұнда бар дейтін де жоқ, өзің білесің, қашан шығасың, қашан шықпайсың деген сияқты. Міне, әр тапқан табысымнан комиссия Яндекс 12,3, комиссия парк, яғни мен компания 13% алады. Мына пробегке мән бермеймін, себебі маршрутпен. Міне. Так, міне балансқа кірейік. Баланста менде 6310 теңге бар. Мен бүгін суббота көп заказ болмайды. Суббота мен воскресенье. Бірақ мен осы жұма айында, қасиетті жұмада мен жақсы жұмыс жасадым. Міне, байқаған шығарсыздар. Комиссия паркі бәрін көруге болады. Так, мына онында мен мысалы жақсы 4800 теңге таптым. Бірақ оның комиссиясы бар деген сияқты. Так, мен айттым. Тариф, мен курьермін. Негізі тамақ таситындар бар мына жерде. Мен тамақ тасымаймын, мен тек жануар тасымаймын, адам тасымаймын. 10 килограммнан асатын зат тасымаймын. Ал былай бәрін тасый беремін. Сумка болады, киім болады. Мысалы бүгін салон красотыға мен зат апардым. Сол сияқты ғой. Так. Қалай едіреді? Так. Болды. Мен ол жерде пешеймін. Так. Бұйырса қалай жұмыс жасау керек деген видео шығарармын. Себебі болашақта тамақ таситындар, таксистерде осы бәрімізде бір программа болады, егер Яндекске кірсе. Бірінші тест тапсырасыздар, обучение ол оңай. Өздері үйретеді, содан кейін тест оңай. Так, кез келген жерге кез келген жерге жібере береді. Алматының Тугис пайдаланыңыздар. Тугисте адаспайсыздар. Қалай, қайда отырады, қай жерге бару керек, соның бәрін көрсетеді. Мысалы, получать заказ деймін, мысалы. Қазір мен тұратын жерім осы жерде. Получать заказ деймін. Болды. Енді мен на линии яғни заказ түсіп қалады. Заказдан отказ берген мен шығып кетейін. Брендингнің таксистерге термопакет менде жоқ, өкінішке орай. Себебі мен тамақ тасығым келмейді. Тамақ тассам мен дейтін үлгере алмай қалам. Ол үшін менде мопед болу керек. Неге мопед алып алмайсың десе, мен алмаймын мопед. Себебі мен тамақ тасығым келмейді ол бастан. Минустерін айтайын сіздерге. Вложение керек, пауэрбанк болу керек. Не болу керек? Так, сумка керек, пауэрбанк керек, телефон зарядтауға. Телефон енді болады ғой, енді бәрімізде смартфон ғой. Так, не болу керек? Так, проездной болу керек. Оны алып алыңыздар, себебі көп маршрутпен жүресіздер. Пеший болсаң, тамақ таситын болсаңыз, өз районыңызда болса да маршрутпен жүресіздер. Болды, мен курьер болып жұмысқа кірдім. Тамақ тасымын. Маған негізі тамақ тасымайын деймін. Тамақ та тасып қояды кейде. Өздері пельмен пісіреді, балам апарып берші дейді, соны тасаймын мен. Негізі алмау керекпін ғой, енді жақсы, енді барынша тасуға тырысамын, отказ бергім келмейді. Бір жағынан ақша, бір жағынан мен беретін адамды мен подводить еткім келмейді, бір жақсы. Соқтан сол бірінші, екінші күн қиын болады. Жалпы қиынды дым жоқ. Аласыз, бересіз, ешкім дым демейді. Бар айтпашы арасында. Бірақ 99% адамдар жақсы, рахметін айтады. Енді өзімде де кейде құр рахмет күтпейсің ғой. Чаевый. Бізде әлі мен чаевый деген ұмытыңыздар. Мына жақта жоқ чаевый. 99 бермейді чаевый сізге. Маған бір рет берді, үйто мен өзім жалып өтсеттім. 2 километр артық жүріп қойдым деп. Соған ғана берді. Мен айтпашы оған рахмет. Болды, достар. Сұрақтарыңыз қоймасаңыздар болады, потому что
мен видеоны шығарам толығырақ, яғни қалай жасау керек себебі алдағы уақыттарда керек қой. Біліп жүремін жазыламыз, лайк басамыз. Ұзақ видео шығарғанын айып етпеңіздер, қысқа мен көп нәрсе айтпаған болармын, бөлек видео ретінде болады. Сол лайк басыңыздар, лайкқа қарап мен видео шығарамын. Мен көптеген лайфхактар айтамын, айтпақшы. Мен каналыма жазылыңыздар, себебі лайфхак сіз көрер болсаңыз маған көп рахмет айтасыз.